Егер де сіздер Құранға және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үйреткен іліміне назар аударсаңыздар, ерекше бір қызық жағдайды байқайсыздар. Мысалға, Бақара сүресінің 155 аятында Алла Тағала бізге келесі жағдайды түсіндіреді. Біз бұл аятты жиі оқимыз, бірақ таң қаларлығы бұл аят белгілі бір жағдайға байланысты түссе де, сонымен қатар талай жылдар бұрын түскеніне қарамастан әлі де барлығына және әрқайсымызға уақытқа қарамастан ақыр заманға дейін қатысты болмақ. Ендеше маған осы Құран аятын оқып, оны біздер жақсырақ түсінуіміз үшін аудара кетейін. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде біз сендерді міндетті түрде сынаймыз дейді. Бізді не нәрселермен сынайды? Аятты әрі қарай жалғастырмас бұрын жан-жағыңызға назар аударыңыз. Раббымыз бұл аятты белгілі бір жағдайға түсіргеніне қарамастан Алла Тағала бізге айтады: біз сендерді аздаған қауіп қатермен де сынаймыз. Әрқайсымыз да қорқыныш сезімін сезінеміз. Кейбірі басқалардан артығырақ сезінеді. Сондықтан Алла Тағала біз сендерді аздаған қауіп қатермен және аштықпен де сынаймыз дейді. Әлемде аштықтан сыналып жатқан адамдар көп. Және әрқайсында әртүрлі себептер. Кейбірі карантинге болған митингтер мен төтенше жағдайға байланысты кей өнімдердің қолы жетімді болмауынан болуы мүмкін. Ал кейбірі тамақ іше алмайтындықтан, өйткені олар жайында айтатын не қамқорлық жасайтындар жоқ. Алла Тағала мына сөздермен бастайды: біз сендерді аздаған қауіп қатермен, аштықпен, мал мүліктерінен айыру арқылы сынаймыз. Көптеген адамдар жұмыссыз қалды, адамдардың табысы азайды. Көбіміз қаржылық қиындықтармен кездесіп жатамыз. Алайда уайымдамаңыздар. Бұның бәрі Алланың сынағы. Біз оның бәрінен өтеміз. Сонымен егер сіз қарасаңыз, Алла Тағала айтады: біз сендерді аздаған қауіп қатермен, аштықпен, мал мүліктерінен және жақындарынан айыру арқылы сынаймыз. Айналаңыздағы жақын адамдардан айырылуыңыз мүмкін, бірақ Алла Тағала уайымдамай сабыр етіп жеңіл қабылда дейді. Субханалла. Және Алла Тағала айтады: сендер міндетті түрде жақындарынан айырыласыңдар. Тіпті қалыпты жағдайдың өзінде айырылып жатамыз. Ал ол қазіргідей жағдайда болса, иә, ол қорқынышты, иә, ол алаңдатарлық. Сол себепті де қасиетті Құран кәрімде біз сендерді аздаған қауіп қатермен, аштықпен, мал мүліктерінен, жақындарынан және өнімдерінен айырылу арқылы сынаймыз дейді. Еліміздегі егіншілік жерлер мен егіншілерге қараңызшы. Алла Тағала оларға өз жеңілдігін берсін. Ашаршылық болып, малы жаннан айырылып шығынға батты. Кей өңірлерге жақсы егістігі жайқалып, жақсы өнім алып жатыр. Бірақ біраз аудандарда көп нәрсе жеткіліксіз. Және бұл дүрбелең Алла Тағаланың әрқайсымызды дәрежелерімізге сай сынау түрі. Сонымен сіздер осыны аяттың соңы деп ойлайсыздар ма? Әрине жоқ. Аятты әрі қарай жалғастырсақ, біз сендерді аздаған қауіп қатермен, аштықпен және мал мүліктерінен, жақындарыңнан, өнімдерінен айыру арқылы сынаймыз. Бірақ сабыр еткендерді қуантып сүйіншілеп қой. Олар қандай адамдар? Алла Тағала оларды келесі 156 аятта сипаттайды. Олар сабырлы жандар, бастарына қандай да бір қайғы қасірет келгенде: Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Шүбәсіз бәріміз бір Аллаға тиесіліміз және түбінде оған қайтамыз деп айтушылар.